Kana tүйенің сүтінен жасайтын бал қаймақ бар ғой, домалақтар жасайды, бал қаймағы бар. Оны қалай жасайды? Оның құрамындағы ирис кәмпит адыра қалсын ғой енді. Ананы жеген адамның ирис жеу ақымақтық қой, шұбат тұрғанда кока-кола ішетін жындылар бар ғой осы күні. Шұбатың түрі, қымыздың түрі, енді тіпті осы күні арпадан жасайтын, басқадан жасайтын жаңағы көже бар, бидай көжелер бар. Сол тұрған кезде мен лимонадпен кока-кола ішкен түсінбей қойдым осы. Білмеймін, енді біз санамызға, біз жеген тамағымызға шейін құлдық сана сіңіп кеткенбіз. Содан бастап бері қарай түйенің етінен жасайтын не бір тамақтар бар, сүрлеген өркеш бар, түйенің табаны бар, түйенің шегінен өретін қандай тамақтар бар батыста. Одан бері қарай тек қана бұрын жаңарқада болатын, бір апамдар жасайтын, ыстық құртты ашытып отырып, қайнатқан құртты, осының сұйығын ашытып отырып бар ғой, ішкенде ішінен терін шығаратын. Әсіресе баяғыда шешелеріміз жас босанған кезде осыны ыстық құртты сапырып отырып, мен ана жылы аңға барған кезде Арқалықтан ғана көрдім осыны. Бүкіл Қазақстанда, бүкіл жерде болған бұл меркеңізде де болған, бұл Көкшетауыңызда да, батысыңызда, шығыста болған, бірақ жерге қазір Арқалық қана. Сондағы нәрселерді қазір қайттан қалпына келтіріп, жаңағы ыстық сұйық құртты ыстықтай ішкізеді. Ыстық күйінде қайнатып отырып ішкізеді. Соған сармай салып көріп жүрген кезде бар ғой. Ішіңіздегі суығыңызды айдап шығады. Әйел адамды сергітіп алады екен. Әйел адам сергітеді, еркеңізге де, әйеліңізге де керемет. Осы нәрсені қалпына келтірсе деген бар.